Түркістан облысы демографиялық өсімі жоғары аймақ болып есептелінеді. Көпбалалы ата-аналардың басым бөлігі Түркістан облысында тұрады. Ана мен бала құқығын қорғау, отбасылық зорлық-зомбылықтардың алдын алу барлығымызға үлкен міндет. Сондықтан біз үшін бұл форумның маңызы өте ерекше болып отыр. Бүгінде ақпараттық технологиялардың даму қарқынынан қоғамдық қатынастар мен құндылықтар да өзгерістерге ұшырап отыр. Мысалы, осы күнге дейін ата-ананың қол көтеруі бала тәрбиесінің бір бөлігі ретінде көрінсе, бүгін ол көрініс зорлық-зомбылық болып сипатталады. Біздің қазақ қызын жылатпай, ұлын мұнайтпай, ата-ана мейірімін сезіндіріп өсірген жан екенімізді ұмытпау парызымыз. Сондықтан жаңа ұрпақты қалыптастыруда ата-ананың түсінігін өзгертер уақытта келіп жетті.